нервымда ауыртып бар ғой. Мына коуч, мотиватор, психолог дегендер құрттыңдар сендер бүткіл қазақты бар ғой. Өзіңнің нәскиін жума, балаңнан қалған тамақты жеме, самооценкаң түседі. Ойбай, ене мен атаға сен қызмет жасауға міндеттемессің. Өзіңді сүй, өзіңді бағала деп. Баладан жеміз қаған біздің қазақ обал деген бар. Күйеудің нәскиін жума, самооценкаң түседі дейді да. Жуамыз, сасып кеткен нәскиін де түрсейін де жуамыз күйеудің. Соны байлық қойнында жатырмыз, жуамыз. Бірінші қолмен жуамыз, ақ нәскилерін кірін кетіріп, одан кейін истериалкаға саламыз. Ешқандай самооценкам түскен жоқ, самооценкам сендерден жоғары айналайындар. Неғып қазір қатындар дейінде барлықтарын неғып, ойбай мотивация керек, ойбай коучтың ақылы керек, ойбай психолог керек деп неғып ұрғындарыңдар да қалдыңдар. Осыдан 5 жыл алдын Инстаграм жоқ кезде біреу жоқ еді ғой осының. Ойбай қазір заман басқа, адам басқа деп. Аңқау елге арамза молда көп болды. Заманның осы ащы шындығы. Ұлды сұраңдар, өсіп, өнген, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, сыйлы, ақ жаулықты әже болып төрде отырған адамнан сұраңдар. Ақылды жарасады, ақыл айтса. Нервымда ауыртып бар ғой. Мына коуч, мотиватор, психолог дегендер құрттыңдар сендер бүткіл қазақты бар ғой. Өзіңнің нәскиін жума, балаңнан қалған тамақты жеме, самооценкаң түседі. Ойбай, ене мен атаға сен қызмет жасауға міндеттемессің. Өзіңді сүй, өзіңді бағала деп. Баладан жеміз қаған біздің